Қазір бізде самолеттің билеттері өте қымбат қой, қалалардың арасында 30-40 мың теңгеден шығып кетеді. Бүгін Алматыға барайын десең, Шымкентке барайын десең, Астанадан 30-35 мың теңге болып тұрады. Кейде жазды күндері ол 60 мыңға дейін шығып кетеді. Шетелдерде бұл өте арзан ғой, қалалардың ішіндегі билеттер, внутренний рейстер 5-6 мың теңгенің көлемінде де Европада. Мысалы үшін Қытайда Пекинден ары қарап Сеулге, Сеулден ары қарап Токиоға билеттерді қарайтын болсаң 20 мың теңгенің көлемінде. Бізде ол международный рейстер вообще кетіп қалған ғой бағалар. Кәдімгідей бұл жақта да монополия жатып алған. Эйр Астана, сол лоукостердегі Флай Астананың өзі қымбат бағалар. Тура сол жақындаған күндері алып қарайтын болсаң 2 есе 3 есеге дейін қымбаттап кетеді. Шетелдерде ондай нәрсе жоқ қой. Мынау Түркияда қай бір жыл, 1-2 жыл бұрын болған кезде Стамбулдан Анталияға, Стамбулдан Анкараға билеттер қараған кезде 10 мың теңгенің көлемінде болды. Бүгін кешкі таман шығып кететін болсаң да 10 мың теңгеде. Оларда ондай нәрсе жоқ екен. Алдын ала алып қоятын болсаң арзан, 1 ай 2 ай бұрын алып қоятын болсаң арзан, жақындаған күн алатын болсаң қымбат деген нәрсе. Ішкі рейстерге бізде Қазақстанда бұл секторда кәдімгідей монополия жатып алған. Әйтпесе халықаралық компанияларды ішкі рейстерге кіргізбейді. Егер оларды кіргізетін болса, баға 1-2 есе топ ете қалар еді. Сондай, в общем.